Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәдеттегі мен Ерда және де влог каналыма қош келдіңдер. Бүгін тақырыптан көріп отырғандай менің, жұмыс орныма кішігірім обзор болатын болады. Но до конца біткен жоқ. Но все равно сіздерге көрсетейін деп шештім. Қазір ана базардан келген болатын, базардан біраз заттар алып келдім. Мысалы міне мынандай наушник алдым. Мынандай наушник қазір көрсетемін. Так, мынау менде штатив. Менде, алдыңда кнопка алған кездегі штатив дағынысын қалып, бір аптаға жетпей. И потом новыйын алдым. И мынау автоматтар, без автомата. Конечно, бұны көргілерің келеді шығар, иә? Так, стоп. Бұның обзорын мен основной, главный канал бар ғой, Ерда деген, сол каналға шығаратын боламын. Так что бұған обзорды сояқтан көре алатын боласыңдар. Ал қалғандарына обзорды дәл қазір бастаймыз. Давай ең бірінші мен наушниктен бастаймын. Мен негізі наушникті Қытайдан заказ берейін деген. Типа Kindle бар ғой, бәріңіз білетін. Сол жақта, HyperX, либо вообще анадай мощный бір маркалар бар, солардан берейін ба деген. Осы наушникқа мен сынып қалдым бар ғой, маза жоқ наушниктен. Вот мынандай наушник, қарапайым көрінеді шығар, но бұны, осылай кисең, прям анандай шум бар ғой, қатты дыбыстардың бәрін жоқ қылып тастайды. Прям только осы наушниктен шығатын дыбыстарды ғана естисің. И кажется, дауысы да жақсы деп ойлаймын. Давай эксперимент күйінде қазір мамама да кигізіп көрем. Шумды расымен басама, баспаймын, көресіз. Давай мама, киіп көріңіз новый наушник. Құлағыңыз демалып қалады, прям артық дыбыстарды естімей қаласыз, естідіңіз ба? Көрдіңіз ба? Күшті екен? Естіп отырмын ғой сенің дыбысыңды. Жоқ, естисің ғой, бірақ андай шеш көріңіз, сосын қайтадан киіп көріңіз, дыбыс естілмейді. Анандай артық шулар бар ғой. Шумдарды бірақ жауады, көрдіңіз ба? Кішкентай бар. Қытай ұйықтап отыр, жерде жатыр. Сол жылайды күнде кешті, сол кезде тұр деп жатыр да. Наушник әдемі, четко. Кстати, еще мен мынандай микрофонмен түсірейін ба деп жүрмін. Мынандай ән айтатын микрофон да. Ну, видео істетсең де нормально. Мына не? Это кнопка. Кіріп кетті. Но ничего. Келесі, мынандай штатив, тура сол алдындағыдай деп ойлаймын. Қазір ашып көрейік. Тоже сондай ма, ондай емес пе? Мынандай зат екен. Міне мынау мини версиясы. Мини дегенде әлі көтерген жоқ, мынаяқтан көтеруге болады. Так, в принципе, мынаяқ сапалы жақсы екен. Потому что бағана мен базардан қарағанда, мынаяғы біраз босап тұрды. Мынакі жақсы екен, блин. Әдемі. Иісі де свежий екен. Енді алып келген заттарға обзор жасап біттім. Енді біз бәріқтарыңыз инстаграмға подписация еткендер біледі. Мынандай жұмыс орнымда полный реттейін деп шештім. И мынандай іліп қойдым әдемілеп. Енді до. Ойбай, бісмілі. До. Қазір потом барып посредені көресіңдер ғой. Сен керек емессің. Осыны қалай болып жатқанын көргілерің келеді ғой. Ол міне. Иә, бұл түс қалды. Бағана көргендеріңізде кнопка түс қалды. И четі мынандай жаман болып қалды. Мен екі жақты скотчпен жапсыра аламын деп ойлағам ғой, бірақ жоқ, жапсырынбай екен. Кнопка слишком ауыр екен. И кнопканың артында мынандай екі нәрсе бар. Шегені стенаға қойып, сосын солмен былай іле салу керек екен, оказывается. И потом бар менде сол, как обычно, мынандай жанатын. Міне мынандай екі свеча бар. Соларды сол ағын мынаяққа әдемілеп кнопканы сол видеода бағана инстаграмда салған сияқты әдемілеп іліп қоятын болам. И мына сарысынан бір анандай бір қала сияқты ма бір нәрсе қылып жасайтын болам. Енді алдағы уақытта егер жасап жатсам, әдемі шығатса, көрсететін болам инстаға, либо тағы да бір осылай влог каналға видео шығаратын болам. И бәріне қызығы сіздерге компьютер қандай алғанымды көрсетейін ба? Компьютер міне мынандай. Иә, экран кәдімгідей үлкен, қараңыздар. Мен қолым мынау экран. И перне тақтасы мынандай, мышка. Мен аттарын білмеймін, өкінішке орай. Қосып тұрмын, ничего себе. Осылай. И мынау микрофон. Ана наушникті көрдіңіздер. И мынау немнесі. Сонысы, түсіңіздер. И нормально, бәрі четко, бәрі керемет. Осы жұмыс орнын покаждап. Енді бұйырса алдағы уақытта бәрін жасап, тағы да керемет қылып жатсам, енді в общем бәрін әдемілеп отырып сіздерге көрсететін болам. Прям анандай ойымда бір
бір күшті бір фон болып тұр, соны енді иншалла келтіре алсам жақсы, енді келтіре алмасам соған жақынырақ қылсам жақсы болушы еді деп ойлап отырмын. Короче, все, обзор ұнады деген ойдамын. Сіздермен әдеттегідей болған мен Ерді, және де сіздер менің влог каналымдасыздар. Подписаться етіп лайк басып кетейік. Ал бәріңізге давайте.